Қатыгездіктен құтылудың ең керемет жолын айтып берейін бе? Ең жақсы көретін бір адамды еске түсіресіңдер. Не анаңды жақсы көресің, не әкеңді, не әжеңді, не атаңды, не балаңды, не немереңді, не апайыңды, не жұбайыңды жақсы көресің бір адам. Солай ма? Сол адам көз алдыңа елестетіңіздер. Ең жақсы көретін адамыңыз. Мысалы, менің екі кішкентай немерем бар, енді керемет тәтті. Енді бүкіл адамзатты қараған кезде сол кісі арқылы қараңыз. Бүкіл адамзат. Мен сендерді көргенде айтамын, менің Илигайым отыр бұл жерде. Менің бейбарысым отыр деп. Енді айтайын, сол Илигай бейбарыс бір жаман қылық жасап қойды. Мен не істеймін? Бәрі кешіріммен қараймын, солай ма? Тарсылдап саба боқтай жөнелмеймін ғой, өйткені мен ең өмірдегі әлемдегі жақсы көретін пенделерім. Кез келген барлық адамға мен енді Илигай мынау бейбарысқа қараған сияқты. Ол да адам. Бүкіл адамға сөйтіп қарап үйреніңіздер. Ол қандай жасап кетсе айтасың, менің сүйікті адамда жаманшылық жасап қоюы мүмкін. Пенде, мен оған кереметтей тура тісімді қайрап, тура пышағымды ала жүгірмеймін. Ой, айналайын, мынауың дұрыс емес қой. Дұрыс емес мынауың. Сен жақсысың, сен өзгересің деп. Сол кезде мейірімділік келеді. Әлемдегі ең жақсы көретін адамды еске сақтап алыңыз. Бүкіл адамға соның призмасынан, сол арқылы қараңыз. Окей? Сезініп, прям жүрегің елжірейтін болсын. Ең жақсы. Анаңды, атаңды жақсы көрсең, тура сол жүрегің елжірейтіндей қараңыз. Сол кезде сізде мейірімділік жүрегіңізге кіреді.